Достар, бәріне сәлем. Бүгін тағы да артық салмақ тақырыбы және қазақ әйелдерінің артық салмағы неліктен кетпейді. Соны айтқым келіп тұр. Ерлердің артық салмағы туралы да кейін айтармын. Бүгін әйелдер туралы айтсам. Мен жалпы жан-жақтан не байқаймын? Бассейнге бардым кеше. Бассейнге барсам, жаңағы саунасы бар, хамамы бар, ыстық буда отырады. Әйелдердің көбі артық салмағы барлар. Және бассейнді былай жүзу бар ғой, беліне киіп жүрсең де болады, тренермен үйреніп жүрсең болады. Бірақ оны жасаудың орнына ана ванна сияқты болады ғой, жылы сумен. Кішкентай балалардың отыратын бассейні, сол жерде суда отырады. 40 минут, 30 минут сосын қайттан парға барып, сонымен қайтады. Соған қарағанда менің ойым, қимылдағысы келмейді әйелдер. Бірақ спортпен айналысып жүргенде бір түр білдіреді, түр көрсетеді. Әрине, әркімнің ол құқығы өздері біледі. Бірақ олар, сол адамдар спортпен айналысу үшін келеді ғой. Сол адамдар спортты тастап кетеді көбінесе. Басын бастайды да аяғы жоқ. Сосын немесе кешке қарай келіп, кешкі асты көбірек жеп қоятындар шығар. Немесе майлы тамақ жейтін шығар. Негізі біздің қазақ халқында бауырсақ бар. Бірақ бауырсақ ол өте холестерині көп және қанды жоғарылататын тағамның түрі. Ол дәмді болғанмен қуырылған, онымен жасалған қуырылған заттың бәрі олар калориясы көп, зияны көп заттар, тамақтар. Сондай. Жалпы қазақ әйелдерінің қандай себептері болуы мүмкін психосоматика бойынша? Салмақты жібермеу, ұстап тұру және 18-20 жастағыдай фигурасы, жаңағы келпі болмау деген. Ол біріншіден, мен жақсы әйелмін, мен жақсы келінмін, мен жақсы анамын, мен жақсы әпкеймін, мен жақсы қайнапамын дегендей қонақ шақыра беретіндер. Қонақ деген жақсы, бірақ оның да нормасы болады. Қонақ шақырғаннан кейін ол жерде тамақ жасау басталады. Тамақ жасағаннан кейін ол тамақты жеп көреді, дәмін көреді. Сонымен тоқтамайды ол нәрсе. Жалпы бізде сол қазақтарда қонақ шақыру, шақырмаса ренжиді, сондай нәрсе бар. Тамақ істегеннен кейін оны жеп көресің. Бәрі жеп отырғаннан кейін өзіңді тыю қиын. Сол қазақ әйелдері мүмкін сол тамақты тыя алмайтын шығар. Оғанда не күш керек? Жалпы орысша айтады ғой, сила воли деп. Сол қатты бір мотивация керек. Ол мотивация балаларды туғаннан кейін, 2-3 бала, 3-4 баладан кейін оны тастап жіберетіндер көп, әлі бар. Бірақ мен байқағаным, спортзалға көп қазақтың әйелдері баратын болыпты. Мен тұратын жақтарда өте көп қазақтың әйелдері залдарда 10-15 адам болып барады. Бірақ бәрі бір салмақтары тұрады. Олар қанша қимылдаса да кетпей жатыр. Қуантатын нәрсе, олар спортзалға баратын болды. Менің ойымша, олардың күйеулері спортзалға баруға қазір жақсы қарайтын сияқты. Өйткені түрлеріне қарасам, бәрінің күйеулері бар, бала шағалары бар сияқты. Солар спортпен айналысқанмен, бірақ жарты жылдап салмақтар кетпей жатады. Неге онда? Сен спортқа барасың, ақшаңды төлейсің, уақытында кетіресің, бірақ салмағың кетпейді. Себептер бар. Себептерді тағы бір атап өтейін. Мен басқа еркектерге тартымды болып қалмауым керек. Өйткені мен күйеуім ұрсады, оған дейін менің ата-анам оған жапқан ол тақырыпты болмайды деп. Ұят деген нәрсе ұстайды, жабылу керек, тығылу керек, майдың астында отыру керек дегендей. Сондай нәрселер болуы мүмкін. Тағы қандай себептер бар, достар, қалай ойлайсыздар?